айтсам, Иә. енді жаңа Алла тағаланың ол айтуы рахым төгілу дейді, жаңа періштенің айтуы кешіруі, кешірім тілеуі. Иә. Ал енді мен айтсам, адам ретінде, пайғамбар салам үмбеті ретінде, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жасалған дұға ғой енді. Дұға, иә. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сендердің салауаттарың өздеріңді тазалайды деп айтады ғой хадисінде. Оның үстіне жаңағы не бар емес па? Сен бір салауат айтсаң, мен саған 10 салауат айтамын деген. Сен бір Алладың жаңа игілігін, оған сәлемін тілесең, пайғамбар саған 10 есесін тілейді. Былай шыққан кезде оның пайдасын көріп жатқан сен ғой. Негізінде бір салауатқа, хадистерді бүйтіп теріп қарап отырсақ, бір салауатқа 50 артықшылық беріледі екен ше. 50 берілетін сыйлығы бұл біріншісі 10 жақсылық істеді деп жазады. Кейін 10 дәрежеге көтереді, кейін 10 жамандығын кешіреді. Одан кейін Алладан 10 рақым жауады. Одан кейін Алланың 10 сәлемі бар екен ғой. Алладан 10 сәлем келеді. Сонда бұл жерде біз бір